Құстар, құстар сызылтып ән салады. Сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Кетерінде жылай да алмай қалады. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Біздің жаққа бауыр басып кеткенде, қамаш әнмен келіп еді көктемде. Өскен жерге сыймай кетіп барады, туған жерін қимай кетіп барады. Өскен жерін қимай кетіп барады. Өскен жерге сыймай кетіп, өскен жерін қимай кетіп барады. Өскен жерін қимай кетіп барады. Десек, міне бұл енді тамаша бір керемет. Бұл жерде өзі құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Тамаша, көркем, әдемі табиғат, онда ән салып тұрған, бұлбұлдары сайрап тұрған құстар, яғни бұлбұл және басқа құстар. Осы ән бүкіл даланы тербетіп тұрғандай деп келтіріп жатыр. Ал енді ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Бұл жерде не мәселе айтылды? Бұл жерде жалпы табиғаттың жаратылыстан жаратылатынын, оның өмірге келгеннен кейін әртүрлі шақтардан өтетінін, өмірге ұрпақ әкелетінін, ол ұрпақтардың өсіп жетілдіріп, олардың қанаттарын қатайтып, сол жаңағы ұя салып
жаздай өсірген жерінен басқа жаққа ұшыратынын, жаңағы ал мынау тірі табиғаттардың жаңағы өмірінің соңында бұл өмірден қоштасатынын, тіпті ештеңе де ала алмай сол өзін орайтын ғана тек қана жылауға да қоштасуға да біреудің шамасы келсе келеді, келмесе келмейді, сол ақ өзінің кебініне оранып, сол бұл өмірден кететіндігін барлығын астарлап өлеңмен сол құстардың өмірімен ұштастырып ақын керемет түсіндіріп айтып сезіндіріп тұр осы ән сөзі арқылы. Немесе жаз өмірін мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып, зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан сезімдей дейді. Бұл да керемет. Жаз өмірі де өтеді, мәз өмірі өтеді. Одан кейін адамның қартайған жаңа күз өмірі, қыс өмірі дегендей басталады дегенді білдіріп тұр. Ар жағында жаңағы тереңірек көзқараспен қарасақ осындай ойды білдіріп тұр. Зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан. Яғни сөйтіп жүргенде адам балалық шақ, жігіт шақ, орта жасқа келген шақ, содан қартайған шаққа келгенде балалық шағың біртүрлі өзінен өзі зымырап өтіп кеткендей, оның ешқандай белгісі қалмағандай бір күй кешетіндігін айтып жатыр. Адамның да басқа тіршілік иелерінің сондай бір күйге түсетіндігі, сондай сезімде болатындығын өте шебер ақын шеберлікпен жеткізіп тұр. Міне осы әнде айтылғандай, сіздердің де өмірлеріңіз тез өтіп кетіп, ешқандай белгі қалмай, қалай өткенін білмей қалмас үшін үнемі ойланып, күніңізді жақсы өткізуге, оны сезімдеріңізбен ұштастыруға тырысу керек деп ойлаймын. Сол өмірді солай өткізуге тырысу керек деп ойлаймын. Және де мынау осы бүгінгі сабақтан алған сезімдеріңізді өздеріңізде осы табиғатпен талай серуенге шыққан шығарсыздар, талай жерді табиғатты тамашалаған шығарсыздар, қыдырған шығарсыздар. Сол көріністеріңізбен қосып, ойларыңызды қорытындылап, содан кейін бір адам барлық тамағын ішіп болып бір жатасыздар ғой. Сондай кезде әрдайым өзіңізбен өзіңіз сезіміңіз арқылы сырласқанды әдетке айналдырсаңыздар дұрыс болады деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі мына сезімдеріңізді де, осы алған әсерлеріңізді қосып бәрін толықтырып ойыңызбенен қорытындылап, сол сезімдеріңізбенен жақсылап бір өзіңізбен өзіңіз сырласуларыңызды өтінемін. Сонда сізде бір тамаша, әдемі бір жаттық сезім пайда болады сияқты сіздерде. Сондықтан сондай сезіммен жақсы жатып, жақсы демалып, сол сезімнің әсерімен сергек оянып, жайлы жатып, жақсы тұруларыңызға тілектеспін. Яғни бұл өте жақсы нәрсе. Мен жас кезімнен, бала кезімнен естеліктер жаздым. Ол жақсы болады екен. Мен сіздерге айтып жатқаным да сол. Сіз дегенді бәріңіз бірдей естелік жазуға адам шамасы келмейді, бірақ сол өзіңіздің сезіміңіз арқылы сырласуыңыз сіздің
әр кезіңізде естелік болып қалады. Бала кезде мынадай ойланып сезін мен сырласқанда былай ойладым, жігіт шағында мынандай ойладым, орта жасқа келгенде былай ойладым, міне енді қартайған шағыма келіп отырмын деген сияқты әрбір кезеңіңізден, әрбір өсу белесіңізден сізде естелік қалады сонда деп ойлаймын. Жаңағы менің естеліктерімде сол бала кезден жазған естеліктерім менің жаңағы YouTube каналындағы махаббат хикаялары атты кітабымды, новелла болсын, повесттерімді, әңгімелерімді сол YouTube желісіндегі жазуға көп әсер етті, көмектесті деп айтуыма болады. Және менің сіздермен осылай сырласып, сіздермен де қазіргі осы 80-ге жақындағанда осындай жастарменен сырласып, пікірлесіп, ой бөлісіп отыруымның өзі де сол менің естелік жазғандығымның, көп нәрсе көргендігімнің, көп нәрсені сезінгендігімнің, оны өмірде сондай іске асырғандығымның бір пайдасы, әсері көмектесіп тұрау деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы менің айтқанымды жасап үйреніңіздер, сезімдеріңізбен, өзіңізбен, өзіңіз сезіміңізбен сырласып көріңіз. Тамаша ойлар түседі сонда сізге, тамаша бір тың нәрселер ойыңызға түседі. Және өздеріңіз ұрпақтарыңызға, балдарыңызға айтуға да сезімнен қорытылып әдемі нәрселер шығатынына мен сеніммен айта аламын. Өйткені біз жұмырбасты пендеміз, жүрегіміз бар, сезіміміз бар, ойымыз бар, оны қорытатын бүкіл ағзамыз жұмыс істеп тұр. Сондықтан солай болуға, солай өмір сүруге, жақсы қартаюға, жақсылықтарды көп көруге әсер етеді деп ойлаймын. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар.